Сәлем достар, сендермен бірге Жаннұр Аймұханова каналы. Бүгін біз сіздерге заварный крем, яғни қазақша айтқанда қайнатпалы кремді қалай жасау керек екенін көрсететін боламыз. Ол үшін бізге сүт керек, және де пампушка, бір жұмыртқа, қант, крахмал керек. Біз ендеше бастаймыз. Ең бірінші сүтімізді жылытып аламыз, яғни газде қатты ысытып керек жоқ, жай ғана жылыса жеткілікті. Бірінші жұмыртқамызды жарамыз. Одан кейін крахмалымызды саламыз. Бізде крахмал картофельный, кукурузный крахмалда жарайды. Мен крахмалдан 2 қасық қосамын, яғни толтырып, үлкен қасықпен 2 қасық. Және де қантымызды қосамын, барлығын жақсылап араластырамын. Неке, бізде осындай масса шықты. Енді осыны біздің ысып тұрған, яғни сәл жылыған сүтіміздің жартысын құямыз. Және де жақсылап араластырамыз. Біздің сүтіміздің жылы болуының себебі ішінде жұмыртқа бар, ал жұмыртқа пісіп кетпеу керек. Жақсылап араластырамыз. Неке, бізде осындай масса шықты. Енді газымызде жылып тұрған сүтімізге газдың үстінде отты қатты қоймаймыз, орташа біздің массамызды құямыз. Және де араластырамыз. Осылай араластырып тұрамыз. Бізге кем дегенде 3 минут кетеді. Неке, біз араластыра бастадық. Бұл қоюлай бастады. Яғни бізде бар жоғы 30 секунд өтті. Осылай қарай жалғастыра береміз. Біздің кремімізді әрдайым араластырып тұру ол өте маңызды. Неке, бізде бар жоғы 3 минут өтті. Ал біздің массамыз осылай қоюлана бастады. Неке, яғни бұл біздің креміміз. Осылай тағы кішкене қоюланғанша бір 30 секундтай араластырамыз. Неке, біздің креміміз дайын. Газдың астын өшіріп, креміміздің суығанын күтеміз. Біз үй жағдайында еріген майды осылай кремімізге қосып араластырамыз. Неке, біздің креміміз дайын. Кремін жақсы ұстайды.